Түркістан облысы Сайрам ауданына қарасты Көлкент ауылының тұрғындары редакциямызға шағымданып келді. Айтуларынша, өздері пайдаланып заңды құжаттармен рәсімделген жерлерін ауыл әкімі Мамыржан Шадиев түрлі әдістермен басқа қала тұрғындарына сатуда дейді. Толығырақ өз ауыздарынан естісек. Соларын тоқтатуға шамы келе ме келмей ме, не бұл тірлік кетіп жатыр бәрі кәріпсені тоқтат деп айтқан дауына айтқан айтыңыз тағы. Біз сұранамыз, осы жұмысыны атқарып отырған, осы мәселелерін шешпей заңсыз жұмыс жүріп жатқан барлық адамдарды тексеріп өз орындарын босатуын сұранамыз. Шүкеев мырза, бізде Сайрам ауданының осындай көпкіне мәселелері шешілмей жатыр. Соған көңіл бөлісіңізді сұранамыз. Мен айтпақшы болған тағы бір мәселе бар. Бұл мәселе Көлкент көлі туралы. Көлкент көлі бұл табиғи көл болып сақталады. Табиғи көл десе, бұл халықтыңки, дәулеттіңки болып сақталып, бұл ешкімге қарасты емес. Бұл дәулет таманынан қорықтанады. Сондай болшыға қарамай, осы көлдің атыраптары красный линия дейміз. Красный линияға қарамай көпкілі жерлер сатып жіберілген. Ақпатта о көл мусорный неге айланып кетіп жатыр, лас болып кетіп жатыр. Осы жерге қалай қылып, басқа жерден келген адамдар осы Көлкент көлінің атрафыны сатып алады. Қандай қылып алады олай? Қалай заң соған жол қоя ма? Мұнан тасқары біздің айтпақшы болғанымыз, о көл біздің ауыл үшін асасы су мәнбай болып сақтанады. Ал енді оның төбесіге орналасқан бүтін адамдар келіп жайлашқан, жер сатып алған адамдар насостарын қойып, қақлағанша суарып, біздің со Көлкенттен келедіңе артын толдырып жатыр. Шеттен келген адамдар сатып жүрген. Шеттен келген адамдар сатып алып, насос орнатып пайдаланады. Біздің халыққа су жетіп келмейді. Оны жылда ремонт жасау керек. Жылда ремонт жасау үшін қаржы керек. Халықта қаржы бар ма? Біз со мәселені көтеріп шығамыз. Со мәселені қарауды сұраймыз. Осыған ұқсас мәселелер ауыл ішінде тіпті қордаланып қалған. Алтын бесік ауылдың күрмеуге түскен бейнесін келесі бейнематериалдардан толығырақ көретін боласыздар.